Барлықтарыңызға қайырлы күн. Видеода сметаниктің жасалу жолын көрсетемін. Алдымен бір жұмыртқамен және бөлме температурасындағы сары майды араластырып аламыз. Кейін сахарная пудра қосып, тағы да араластырамыз. Кейін ұн мен қопсатқышты бөлек араластырып алып, оны жаңағы қоспамызға қосамыз. Миксермен сәл араластырып болған соң, қолымызбен осылай араластырып, біріктіріп, кейін жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Міне қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай шығады, және бұны кейін салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрғанша салмасын жасаймыз. 2 жұмыртқа мен қантты бірінші миксерлап аламыз. Ванильный сахар қоссаңыздар да болады. Ол ерекше дәм және иіс береді. Осындай ақ түс болғанша дейін араластырамыз. Кейін майлылығы 20% қаймақ қосамыз. Тағы біраз араластырғаннан кейін, міне біздің қоспамыз дайын болады. Формамыздың астына осылай пергамент қағазын қойып, кейін формамызды сәл ұнмен сеуіп шығамыз. Міне біздің қамырымыз да дайын болды. Енді оны оқтаумен дөңгелетіп жайып шығамыз, және оның көлемі формамыздан сәл үлкендеу болу керек. Енді қамырымызды осылай жайлап алып, форманың үстіне саламыз. Жан-жақтары өте әдемі болу үшін кішкене дұрыстап, және біркелкі қылдырып пышақпен кесіп шықсақ болады. Менде осылай қамырдың кішкене бөліктері қалып қойды. Оларды да оқтаумен жұқа қылып жайып, жаңағы қамырының астына біріктіретін боламын. Кейін салмасын құйған кезде ол қамырдан асып кетпеу керек. Екеуінің арасы шамамен 2-4 см болуы қажет. 180 градуста қызып тұрған пешке 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі балғын сметаник шығады.